Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгінгі тақырыбымыз ол аттың жүрісі және жеу тәсілі. Жалпы ат деген ең күрделі ойыншылардың бірі. Неге деген сұрақ туындайды. Себебі ат ешкімге ұқсамайды. Уәзірге, патшаға, кемеге, немесе пілге мүлдем ұқсамайды, жауынгерге де ұқсамайды. Өзі бір ерекше бір жаратылған бір жануар осындай. Соған байланысты бұны түсіндіру ең соңына келеді. Ат деген Г әрпімен жүреді. 1, 2, бұрылдық. 1, 2, бұрылдық. 1, 2, бұрылдық. 1, 2, бұрылдық. Мысалы, және тағы да бір рет ескере кететін. Аттың бір өзінің қасиеті бар. Ол қасиеті ол деген алдында тұрған қандай да болса төтеп, егерде бөгет болатын болса, соны аттап жүре береді. Сол себепті атты ең соңына қалдырғаным сол себепті. Мысалы көрсетем. 1, 2, бұрылдық. Көрсетем. 1, 2, бұрылдық. Мысалы, мынаны көрсетем. 1, 2, бұрылдық. Бұлай көрсетем. 1, 2, бұрыламыз. Не оңға бұрыламыз, не солға бұрыламыз. Сондай мүмкіндігі бар. Мысалы, қараңыздар тағы көрсетем. 1, 2, бұрыламыз. 1, 2, бұрыламыз. Бұл ойыншының осындай ерекшелігі бар, өзінің осындай қасиеті бар. Ешкімге ұқсамайды. Алдындағы тұрған бөгет, бір тосқауыл болса, оны аттап, секіріп өтіп кете береді. Енді мына аттардың мүмкіндігін бұлай кішігірім немен көрсетуге болады. Мысалы, бір атты алып тастайық. Бұлай, 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 және бұлай. Көрдіңіздер ғой, қараңыздар. 1, 2, бұрылдық. 1, 2, бұрылдық. 1, 2, бұрыламыз. 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 Соған байланысты тағы да бір рет ескертем. Г әрпімен жүреді. 1, 2, бұрылдық. 1, 2, бұрылдық. Бұлай да емін-еркін жүре береді. Мына жаққа да бұрылуға болады, мына жаққа және мына жаққа да бұрылуға болады. Бұлай да бұрылады, бұлай да бұрылады, емін-еркін. Бұлай да бұрылады, бұлай бұрылады. Бұлай да бұрылады, және бұлай да емін-еркін бұрыла береді. Өзінің осындай қасиеті бар. Ешкімге ұқсамайды, алдында тұрған бөгеттерді, кедергілерді аттап өте береді. Осы туралы сіздерге айтып бергім келді.